Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін сіздерге мен королевский матадан дәл осындай бидай құрақ көрпесін тігіп көрсетемін. Бидай құрақтың дәл осындай бір көзін тігіп көрсететін боламын. Өте ерекше әдемі құрақ. Бұл бидай құрақты тігу үшін бізге 10 қызыл төртбұрыштыдан төртеу керек. 5-5 төртбұрыштыдан 17 тал керек та қызылдан. Ал 5-10-нан бізде 32 тал керек болады. Дәл осыны кесіп дайындап аламыз. Дәл осылай міне өздеріңіз байқағандай кесіп дайындап аламыз. Осы құрақтардан біздің мына әдемі құрағымыз шығады. Ал енді бізде мында жасыл матамыз тұр ғой. Бұл бізде ені 5 болады, ұзындығы ұзын болып қала береді. Шетінен тігіп кесіп отырамыз. Енді тігу жолын сіздерге көрсетемін. Көрсетпес бұрын сіздер менің YouTube арнама міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Пікірлеріңіз болса астына қалдырыңыздар. Қасында тұрған қоңыраушанында баса кетіңіздер. Дәл осы құрақты біткен кезіндегісін салатын боламын, Алла қаласа. Енді бұл құрақты тігу үшін бізде 4 бұрышты матамызға дәл осы сарымызды тігеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Машинкаға қойып тігіп аламыз. Ал енді біз мына сарыға қызыл матамыз тігетін боламыз. Енді бізде мына сары матамызға жасыл тігетін боламыз. Енді мына сарымызбен дәл осы тігіп алған құрағымызды қосамыз. Бір-біріне дәл осылай қосып аламыз. Мына лентамызды қойып қоямыз да, келесі сарымызды тігеміз. Келесі бізде дәл осы лентамызды тігеміз. Қызылға матаға қойып. Тартып отырып тікпесе, бұл королевский мата жеріліп қалады екен, астынан тартылып. Сол себепті тартып отырып тігеміз.
Жасыл лентамызды дәл осылай қайырып кесіп аламыз. Артығын кесіп алып тастаймыз. Міне бізде дәл осындай әдемі құрақ шығып келе жатыр. Ендігі кезек біз сары матамызға қызыл төрт бұрыштымызды тігіп аламыз. Бізде дәл осы тігіп келе жатқан құрағымызға осы лентамызды қосып тігеміз. Келесі кезек бізде сарыға жасылымыз тігіп аламыз. Ендігі кезек бізде мінекей өздеріңіз байқағандай екі төрт бұрышты қызылымыз тіктік. Енді үшіншісін тігетін боламыз. Дәл осылай бір-біріне қаратып аламыз да тігіп аламыз. Артық жасыл матамызды кесіп аламыз. Осылай дәл осылай тігіп қайталай береміз. Міне бізде 3-4 бұрышымыз дайын. Енді соңғы 4 бұрышты тігеміз.
Жасылымызды, артық жасылымызды кесіп аламыз. Енді бізде соңғы 4 бұрыштымыз тігеміз. Дәл осыны теріс қаратамыз да дәл осылай тігіп аламыз. Соңғы жасылымызды кесіп аламыз. Міне бізде дәл осындай өте әдемі құрақ үлгісі шықты. Өздеріңіз байқағандай, осы құрағымыздың екіншісі. Дәл бұл құрақтан бізде осындай құрақтан бізге енді екеу керек. Алла қаласа екеуін тігемін. Содан кейін дайын болғанда видеосын салатын боламын. Сіздер менің міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Дәл осы королевский матадан бидай құрағымыз қалай шығатынын көретін боласыздар алдағы уақыттарда. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.